Сәлем, егерде сіздердің үйлеріңізде бос бутылка табылатын болса, онда сіздерге керемет лайфхак көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен бос бутылкамыздың қақпағын алып, үстіне маркермен немесе карандашпен 5 жұлдыздың суретін салатын боламыз. Кейін оны канцелярский нождың көмегімен кесетін боламыз. Канцелярский ножымызды отқа қыздырып кесетін болсақ, біздің 5 жұлдызымыз оңай кесілетін болады. Бізге ең алдымен печенье жасау үшін бөлме температурасындағы сары май, қант, жұмыртқа, сұйық май, ванилин, қопсытқыш және де ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Кейін үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды қосатын боламыз. Және де тағы да жақсылап араластырамыз. Онда 2-ге бөле отырып қосатын боламыз. Және де оның үстіне 2 қасық қопсытқышымызды, үстіне кішкене ғана ванилинімізді салып, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Енді бутылкамызға қамырымызды жақсылап тығыздап отырып салатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Егерде сіздерде кондитерский мешок болмаса, сіздерге печеньенің формасын жасауға өте ыңғайлы лайфхак деп айтуға болады. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта печеньемізді қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Оған дейін шоколадымызды микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Міне біздің печеньелеріміз қызарып пісіп шықты. Енді ерітілген шоколадымызға печеньеміздің жартысын жақсылап батырып алатын боламыз. Бұл тек әсемдік үшін. Өз талғамдарыңызға қарай шоколадтарды әрқалай әсемдесеңіздер болады. Кейін мен ақ шоколадтарды майдалап турап, әр печеньенің үстіне сеуіп шықтым. Міне бізде өте әдемі формадағы печеньелер дайын болды. Сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.